Жақсы. Хорошо. Сабағымызды бастайық жайлап. Бүгін сабақта екі тарау талдаймыз. Жүз шақты алгебра, жүз шақты цикл тараулары. Дайынбыз ғой, иә? Дайын болсақ, кеттік бастаймыз. Бірінші, заттар тасымалын талдап алайық, күшті қылып тұрып. Жалпы адамда гемоглобин ол оттекті тасымалдайды, иә. Гемоглобин аты айтып тұрғандай, құрамы гем мен глобиннен құралады. Гемнің ішінде дәл ортада темірі болады. Глобин деген ол бізде тасымалдайтын, гемді тасымалдап жүретін нәруыз, иә. Екеуі бір-бірін тұрақтандырып тұрады. Гем болмайтын болса, глобин не істеп кетеді? Денатурацияға ұшырап кетеді. Гем болмаса, глобин денатурацияға ұшырайды. Глобин болмаса, гем оттекпен не істеп кетеді? Тотығып кетеді. Хорошо. Бұлар бізде эритроциттің ішінде қандай күйде болады? Еріген күйде болады. Сонымен гемоглобин ол глобин мен құрамында тең бар гемнен тұратынын айттық. Ал гемнің құрамын ашып қарайтын болсақ, оның ішінде метил топтары бар. 4 метил тобы бар. Сол метил топтармен байланысқан, сендер екі винил радикалымен байланысқан, еще екі пропион қышқылынан қалдығы кіретін темір бар. Гемді көресіңдер. Жалпы химиялық заттар байқап тұрсаңдар, полный жазып керек емес. Хорошо. Сонымен қатар бізде гемнің құрамына эквивалентті темір кіреді. Бір қызық информация. Темірді біз көп жағдайда үш валентті түрде ішеміз. Тамақпен, жалпы кез келген тамақпен темір ол бізде үш валентті түрде түседі. Шектерімізге барғанда сіңірілген кезде эквивалентті күйге ауысады. Сосын гемоглобин ыдырайды ғой. Эритроцит 120 күннен кейін ыдырайды. Сол кезде оның құрамындағы гемоглобиндердегі темірлері шығады да, олар тері сүйек кемігіне қарай қайтады. Қайтадан новыйдан пайда болатын эритроциттердің құрамына кіреді. Сонымен гем деп тұрған гемоглобиндағы белсенді аймақ немесе простатикалық топ. Хорошо? Глобин гемнің нәруыз тасымалдаушысы. Гемоглобин бұл бізде өзіне оттекті қосып алса, бұны жақсы білу керексіңдер. Оксигемоглобин мен карбоксигемоглобиндер ұбт-да келді. Гемоглобинді белгілеу үшін H, B деген факті пайдаланамыз. Осы гемоглобинге оттек қосылатын болса, гемоглобин O2 болып өзгереді. Мынаны біз оксигемоглобин деп айтамыз. Хорошо. Осы гемоглобин оттекті бөліп шығартпайтын болса, оның аты тотықсызданған болады. Оттекті бөліп берсе, тотықсызданған гемоглобин немесе редукцияланған деп айтамыз. Хорошо. Редукцияланған болады. Редукцияланған болады. Хорошо. Так, бізде енді сұрақтарға жауап беріп көрейік. Адамның және омыртқалы жануарлардың тыныс алу мүшелерінде оттегіні тасымалдайтын, құрамында темір болатын пигменті гемоглобин жауабын таңдаймыз. Эритроциттің ішінде еріген күйде болатын, ол әрине бізде гемоглобин екен. Және келесі нәрсе, гемоглобиннің молекуласын құрайтын глобин мен гем екеуі. Гемнің құрамына кіретін, бағана айтып кеттік, 4 метил деп басталса, значит, гемнің құрамына сол кіреді. Енді қараңдар, бізде гемоглобин ол такси сияқты. Себебі оттектерді гемоглобин өкпеден алады да жасушаларға апарып береді, тасымалдап ше. Гемоглобин ол тасымалдаушы, ол оттекті тасымалдайды. Хорошо. Ал енді миоглобинді айтатын болсақ, миоглобин ол керісінше сақтайды. Оттегі бұның ішіндегі бағалы зат сияқты, мысалы сейф сияқты, немесе осын сақтап тұратын коробка сияқты. Хорошо? Миоглобиндер олар сақтаушы, олар өте күшті оттекті тартады өзіне. Сейф сияқты бұлар. Ал гемоглобиндер любой уақытта оттекті өзінен түсіріп алып тастай салады, потому что олар такси сияқты. Екеуінің айырмасын түсіндік. Хорошо.
Енді қараңдар, артерия қанында, жалпы адамда екі түрлі қан түрі бар. Вена қаны бар, артерия қаны бар. Артерия қанында гемоглобинге оттек қосылған болады, вена қанында көмірқышқыл газ қосылған болады. Сол үшін де вена қанының түсі қою қызыл, хорошо? Қою қызыл, ал артерияның түсі ашық қызыл түсті болады. Түсінікті болса, панетурку başlarız. Ересек адамның гемоглобин А деген түрі болады. Бұл жердегі А adult дегенді білдіреді. Ал бізде келесі балаларда, эмбриондарда, то есть ұрықта гемоглобин F, гемоглобин Б дейтін түрі болады. Қазір осыған байланысты келген базадағы бір сұрақты айтамын. Так, гемоглобиннің белсенді немесе простейшкалық тобы гем, ал гемнің нәрвіз тасымалдаушысы болса глобин. Гемоглобин оттекті қосып алып, айналып кетеді оксигемоглобинге. Оттекті беріп жіберетін оксигемоглобин ол уже тотықсызданған деп аталады. Гемоглобиннің түсі бойынша ерекшеленеді. Гемоглобиннің түрлі формалары ерекшеленеді. Бір формасы оны оттек қосылған, екінші формасы көмірқышқыл газ қосылған болады. Құрамында оксигемоглобині бар артерияның түсі жаңа айтып кеттік, ашық қызыл. Тотықсызданған гемоглобиннің көп бөлігінен тұратын вена қанының түсі болса қою қызыл. Ересек адамда 100 мл-інде 13-16 грамм гемоглобин, 13-16 грамм гемоглобиннің бар екені айтылған. Ересек адамдардыкін А гемоглобині деп айтамыз дедім. Сосын келесі нәрсе. Енді қараңдар, А гемоглобині деген бұл ересекте де болады. Ол гемоглобиннің құрамында нәруыздің 4 тізбегі болады. Альфа, бета деген осындай, мынау бір тізбек, мынау да бір тізбек, мында бір тізбек тұрады, және мына жерден тоже бір тізбекті көреміз. 4 тізбегі болады. Бұл нәруыздің 4-ші реттік құрылымы, жарай ма? 4-ші реттік құрылымы деп айтады екенбіз бұл нәрсені. Жақсы. Так, келесі нәрсе. Глобин болмаса, жаңа айтып кеттік, гем оттекпен қосылып тотығып кетеді. Ал егер де гем болмайтын болса, глобин денатурацияға ұшырайды. Денатурация деген нәруыздың құрылысының бұзылуы, бірінші, екінші, үшінші, төртінші реттік құрылыстарының бұзылуы. Енді мына жақта айтады, гемоглобин ол пішінін өзгертеді, ол шар сияқты. Міне, мен шардың суретін қойып қалма деймін. Гемоглобин ол шар сияқты болады. Яғни ол өзінің любой моментте пішінін өзгерте алады. Мысалы, сен шардың ішіндегі ауаны сыртқа жіберіп жүрсең, шарың кішірейіп қалады. Или болмаса, ішіне көп мөлшерде ауаны үрлейтін болсаң, шардың пішіні үлкейеді. Дәл сол сияқты гемоглобин де ішіне ауа толғанда үлкейеді, ішінде ауа жоқ болса кішірейеді. Ішінде ауа көп болатын болса, ол бәсеңдетілген түрі, немесе R-конформация деп айтамыз. Мына мысалға R-конформация. Ал егерде осының шардың ішінде бүкіл ауаны сыртқа шығарып тастайсың, ішінде ешқандай ауа жоқ, шардың өзі қалатын болса, ол Т-конформация болады, хорошо? Немесе қазайған түрі деп атаймыз. Міне, мына сурет сендерде сәйкестендіру сұрағы болып келуі мүмкін. Бұрын мне кажется, бұл келді ұмытпасам. Гемоглобин O2 тұрса, ол R-конформация. R-конформация, ал гемоглобин қосу O2 деп тұрса, ол Т-конформацияны білдіреді. Т-конформацияны білдіреді. Хорошо? Хорошо. Так, бізде гемоглобин П-ны айттық, П деген ол бізде фетус деген ол П ғой. Анау да сондай бір мағынаны білдіреді. Екеуі де, біреу ұрықта, біреу эмбрионда болады. Ұрықтың дамуының 7-12 аптасында болады. Енді өздерің елестетіп қараңдар. Бір айда, мысалы, 4 апта болса, примерно екінші айда ғой, ұрықтың дамуындағы екінші айында. Гемоглобин П ұрық дамуындағы екінші айда болып тұруы. Хорошо, енді мына тестті істеп көрейік, бірге. А гемоглобиннің сипаттамасын табайық. А гемоглобині ол қандай? Так. Аташуға қорқып қалдық қой. Ашып көреміз ба? Бәрі өзіміз сияқты ғой.
Азыр чатташып көрейік. Қазір мен чатташам, иә? Менде бірге жауап беріп отыруларың үшін. Ой, қайда еді? Қазір. Чат ашық. Все, жауап беріп отырсыңдар болады. Самадит жандарым. Ол жетіспей тұр екен ғой. А гемоглобинінің құрамында ол 4-ші реттік құрылымға ие альфа-1, альфа-2, бета-1, бета-2 тізбектері болады, иә? Наруздың лигандқа тартылысы үлкен болады. Енді қараңдар, лигант деген ол жерде оттегі деген сөз. Яғни наруз ол гемоглобин нарузы. Гемоглобиннің оттекке тартылысы күшті болып тұрса, ол қандай форма? Ол бізде бәсен деген форма, иә? Ұрықтың дамуындағы алғашқы 7-12 аптада болатын гемоглобин П. Енді 9-шы аптада, нақты 9-шы аптада ұрықтың қанында 3-ші айдан бастап қой 9-шы апта деген, иә? 3-ші айдан бастап. Бұл кезде гемоглобин F деген гемоглобин түрі пайда болады. Осының бір ерекшелігі, ол ересектердің гемоглобиніне қарағанда оттекке тартылуы өте жоғары. Бұл сұрақ келді бізде. Кәдімгі сұрақ болып келді. Оттекке тартылуы өте жоғары. Дәл осылай сұрады, оттекке тартылуы өте жоғары гемоглобин деп сұрады. Бұл жерде жауабы бізде гемоглобин F болады, фетальды гемоглобин. Және де эмбрион ананың қанынан плацента бар ғой, ұрық жұлдыз. Сол арқылы оттекті тартып алады. Жақсы, келесі нәрсе миоглобин. Бұл қанға бұлшықетмен жүрек бұлшықеттерін оттегімен қамтамасыз етіп отырады. Миоглобин основном бұлшықеттерде болады ол. Сосын бізде ОБТ-да тағы да көп келетін бір тақырып бар, қозғалыс тақырыбы. Сол тақырыпта айтады да, бізде екі түрлі бұлшықеттің талшығы бар. Қызыл бұлшықет талшығы бар, ақ бұлшықет талшығы бар. Басқаша оларды тонустық және фазикалық бөлесіңдер, иә? И айтады, осы бұлшықет талшықтарында, бұл бұлшықет талшығында миоглобині көп дейді. Ақта миоглобині аз болады. Хорошо? Жалпы миоглобиндар, олар оттегі жетпей жатқан кезде, адамда оттегінің тапшылығы болғанда, тыныс жетіспеушілігі болғанда, бұлшықеттерге оттегіні беріп отырады. Миоглобиннің гемоглобиннен айырмасы ол глобулалы. Ол үшінші деңгейлі наруз. Бұл жерде оның простатикалық тобы гем болады, нарузды бөлігі миоглобин болады. Гемоглобиннің нарузы глобинге қарағанда ол кішкентейлеу шағындау болып келеді, то есть апомиоглобин деп аталады, хорошо? Бұның да құрамында гем бар, миоглобин. Бұның да құрамында гем бар, бірақ нарузды бөлігі апомиоглобин деп аталады. Апомиоглобин деп аталады, хорошо? Бұл жаңа айтқанымдай сейф сияқты, немесе сандық сияқты қазынаны сақтайтынша оттекті көп өзіне жинақтап қойып қояды. Оның оттекке тартылысы гемоглобинге қарағанда да өте жоғары болады. Хорошо, түсінікті болса, чатқа түсінікті деп жазып жіберейік, түсінікті деп жазып жіберейік немесе, иә? И бірге кеттік тест істейміз. Алға не жаздың? Хорошо, түсінікті. Кеттік тест жасап көреміз, иә? Мына тесттен бастап 9-ші аптада ұрық қанында пайда болса, күшті жаздың ғой. 9-ші аптада ұрық қанында пайда болса, ол гемоглобин F болады. Эмбрионға ананың қанынан ұрық жолдас арқылы оттекті алуға мүмкіндік берсе, ол да гемоглобин F болады. Гемоглобин F оттекке тартылуы төмен, қанның қысымын реттейді. 2 бета, 2 альфа тізбегі бар, дұрыс емес, бір ғана жауап тұрса, оттекке тартылуы жоғары, и еще альфа, гамма тізбектен тұрады. Құрылымда жинақтың 3-ші деңгейлі нарузы миоглобин. Миоглобиннің негізгі қызметі оттектің қорын жинайды. Ал қанға бұлшықетімен жүрек бұлшықеттеріне оттекті байланыстыратын наруз миоглобин нарузы. Хорошо.
Адамның миоглобині жалпы біздің организмдегі оттектің 14%-ын өзіне тартып алады екен, иә. Және бұлшықеттер жиырылатын кезде, бұлшықеттер жиырылып жатыр, елестетіңдер, иә. Сол кезде капиллярлар қысылады. Немесе сығылады деп айтып тұр, иә. Капиллярлар сығылады, сол кезде бұлшықеттердің кейбір бөліктерге қан жетіспей қалады. Ал миоглобиндер олар бұлшықеттердің аралықтарында жүреді да, оттекті жаңағы бұлшықеттің талшықтарына жеткізіп отырады. Если бұлшықеттердің талшықтарына оттегі жетіспейтін болса, ол кезде алдыңғы сабақта тыныс алу тарауында айтып кеттік қой, иә. Тыныс алу тарауында айтып кеткен болатынбыз. Аэробты тыныс алу жүрмейді, тек анаэробты тыныс алу жүретін болып қалады. Соның кесірінен пирожүзіндеріміз толықтай ыдырамайды, олар сүт қышқылы деген затқа айналып кетеді. Мына сүт қышқылы лактат, ол бұлшықеттерге жиналатын болса, бұл бұлшықеттерді ауыртатын болады, иә. Қалыпты жағдайда миоглобин ол только бұлшықеттердің арасында жүреді, қанға өтпейді негізінен. Тек бұлшықет зақымданса, қабынатын болса, ғана қанға өтіп кетуі мүмкін. И то оның өзінде ол қанға өтетін болса, гемоглобинмен ол андай қарсылас қой, миоглобиндер. Сөйтіп миоглобиндер гемоглобинге қосылу керек оттегін бәрін өзіне тартып алады. Значит, миоглобин бүкіл оттегін өзіне қосып алса, ондай жадный бермейді оттегіні, тек бұлшықетке береді да. Басқа органдарға гемоглобин тасымалдайды бүкіл оттекті. Сөйтіп миоглобиннің кесірінен оттегі жетіспейді басқа мүшелерге, миға оттегі жетіспейді, басқа ұлпаларға, жасушаларға оттек дұрыс бармай қалады. Соның кесірінен адамға оттегі жетіспеушілігі болады. Жалпы оттектің жетіспеуін сендер гипоксия деп айтасыңдар. Естеріңде болсын. Кейін медицинаға түскенде керек болады осы сөз. Гипоаз, оксия оттегі деген сөз. Хорошо? Түсінікті ғой, иә? Түсінікті деп ойлаймын. Миоглобиннің әр-уыздан тұратын бөлігі апомиоглобин, қалыпты жағдайда бұлшықет ұлпасы зақымданбаса, қабынбаса, қанға өтпейтін миоглобин, плазмада бос күйінде жүретін гемоглобин тәрізді жоғары болатын әр-уыз. Уыттылығы жоғары болатын әр-уыз ол миоглобин. Ірі молекулалары бүйректің түтіктерін бітеп тастап, өлектенуге әкелетін әр-уыз. Бұл қандай нәруыз? Мына жақта айта кеткен, ірі молекулалары миоглобиннің бүйректің түтіктерін бітеп тастайды. И олардың өлуіне алып келеді. Бұл бізде миоглобин болады тоже. Хорошо. Кеттік ары қарай. Сонымен гемоглобин ол оттекті тасымалдайтын білдік. Оның бізде жаңағы қалай жұмыс жасайтынын да білдік. Енді тағы да ол туралы қандай информацияларды білу керек? Бізде кооперативті эффект деген нәрсе бар. Кооперативті эффект. Өзі аты айтып тұрғанда кооперативке бардым деп айтады. Кооператив деген сөздерді естіген шығарсыңдар. Яғни жаңа айтқандай, гемоглобиннің ішінде 4 глобин бар. Төртеуінің әрқайсысында 4 гем бар. Егер осы гемнің біреуі оттегіні өзіне тартып алатын болса, гемнің қалғандары да оттекті тартатын болады өзіне қарай. Яғни только біреуі ғана оттекпен байланса, өзі тыныш отыра салмайды. Мынаның барлығы бір моментте бәрі бірге оттегіге тартылатын болады. Хорошо? Міне, бір субірлікке оттегінің қосылуы қалған үшеуінің оттекке тартылуын арттырады деп тұр. Бұл кезде нәруыздың пішіні өзгереді, көлемі үлкейеді. Осы құбылыс жаңа мен айтқан кооперативті эффект. Так, енді қараңдар, біздің ауада өзі атмосфералық қысым дейтін нәрсе бар. Ол 760 мм сынап бағанасынан. Бұл қысым өкпеге қарағандағы өкпеде қысымнан жоғары болады. Сол үшін де ауаның қысымы жоғары болғандықтан ауа біздің өкпемізге оңай кіреді. Потому что өкпенің ішінде қысым төмен. Ауа кірген кезде өкпеде оған қарсыласу жоқ, оңай кіріп, оңай шығады ауа. Ал егер де қысым артатын болса, қай кезде артады ол? Тереңдікке адам түседі ғой, мысалы, мұхиттың түбіне, теңіздің түбіне түскен кезде қысым артып кетеді. Енді елестетіп көріңдер, егер қысым артатын болса, адамда ол кезде суға байланысты бір ауру дамиды. Оттегі жетіспегендіктен терең мұхиттардың түбіне түскенде адам өліп қалуы мүмкін.
Және биік тауға шыққанда керісінше бұл кезде атмосферада қысым төмендеп кетеді. Бұл кезде де адамда тау ауруы болуы мүмкін. Адам тауға шыққанда сразу ең биік нүктеге шығып қоятын болса, ауа жетіспегеннен гипоксия болады, жаңағы айтқандай. И адамның ең соңында өліп кетуі мүмкін бұл кезде. Енді біз осы еще құлақта да қысым бар, ол құлағы шыңылдайды, еще құлағы бітеліп қалады, сондай заттар болады. Енді біз гемоглобин мен миоглобинді салыстыратын болсақ, олардың оттекке тартылуын. Мына жерде сіздер қараңдар, мынау бізде жасуша деп елестетіңдер, мына тұсы өкпе болсын, мына тұсы бізде өкпе болсын. Екеуін екі түспен салайық, бірінші гемоглобинді салайық. Гемоглобиннің оттекке тартылуы жасушаға келгенде төмен болады да, өкпеге барғанда жоғарылайды. То есть ол өкпеден оттегін өзіне қосып алады, жасушаға келгенде оттекті жасушаның ішіне беріп тастайды, потому что жасушаның ішіне келгенде ол жердегі қысым төмен болып тұрады. И сөйтіп гемоглобин жасушаға оттегін тастап кетеді. Бұны біз эстерді немесе сигмоидты қисық деп айтамыз. Сигмоидты қисық деп айтамыз, иә? Хорошо. Енді миоглобинді қарасақ, миоглобин ол жасушалардың араларында жүрсе де, өкпеде жүрсе де, оның всегда тартылуы жоғары болады. Неге? Потому что ол всегда любой жерден өзіне оттек тартып алуға бейімделген. Бермесе жұлып тартып алады. Бұнікі гипербола болады, хорошо? Гипербола тәрізді деп айтамыз. Мұнан сендер өттіңдер математикада, геометрияда. Бұның аты гипербола, хорошо? Мына жақта S тәрізді сызықты көреміз, бұл сигмоидты. Так, сонымен біздің миоглобиндеріміз капиллярлардағы гемоглобиннен босап шығатын оттектерді өзінен істейді екен, өзіне қосып байланыстырып алады екен. Міне екеуінің суретін жаңа мен сізді көрсеттім. Миоглобиннің оттекке тартылуы барынша жоғары. Сосын оның жаңағы қараңдар, еще қисық сызықтың солға оңға ауысуы деген зат бар. Осы былай келді. Гемоглобин F-ті былай сұрады, жаңа есіне түсіп жатыр. Оттекке тартылуы өте жоғары. Оттекке тартылуы өте жоғары. Және диссоциациялық қисық сызық анау деп сұраған жоқ, солға ағысқан деп сұрады просто. Солға ағысқан деген сұрақ келді ғой. Енді бұны қалай түсінеміз? Диссоциациялық қисық сызығы гемоглобиннің қисық сызығына қарағанда солға ағысқан деп тұр. Так, гемоглобиннің оттекке тартылуы біршама төмен. Гемоглобинді оттекпен тартылу, жартылай қанықтыру оттектің қысымы біршама жоғары болған кезде ғана жүреді деп тұр, көп тұрғандарындай. Хорошо. Осы нәрсені мұқият қарап алсаңдар. Так, егерде оттектің қысымы жаңағы біздің тыныштықтағы бұлшықет капиллярларында 4 мм сынап бағанасына болып тұрса, оттектің көп бөлігі қайтадан өкпеге кері қайтып кетеді екен. Значит, бізге гемоглобинді оттекпен жаңағы қанықтыру 26 мм сынап бағанасында жүреді деп тұр. Оттектің қысымы 4 мм сынап бағана болса, оттектің көп бөлігі оксигемоглобинмен бірге өкпеге кері кетіп қалады деп тұр. Енді қараңдар, значит, адам көп физикалық күш жұмсайтын болса, бұлшықет капиллярларында оттектің қысымы 10-2 дейін төмендейді екен. Осы кезде бізде S тәрізді қисық сызық пайда болады екен. Так. Енді бізде әрі қарай мына жерде мән беретін болсақ, миоглобин үшін оттектің диссоциациялану сызығы ол гипербола болды. Гемоглобин үшін S тәрізді болды, сигмоидты. Ұлпаның капиллярындағы гемоглобиндер босатқан оттекпен байланысатын нәруыз. Әрине ол миоглобин нәруызы. Одан кейін бізде оттекке тартылуы біршама төмен нәруыз. Оттекке тартылуы төмен нәруыз ол
гемоглобин, иә, басқамен салыстырғандағы оның тартылуы төмендеу, иә. Хорошо. Оттекке тартылуы жоғарысы миоглобин. Миоглобиннің ерекшелігі ол гемоглобиннен босап шыққан оттекті ғана жинақтап не істейді екен, соны ең керек болған, ең қажет болған жағдайға дейін өзінде ұстайды, иә. Ал гемоглобиннің ерекшелігі қанығуы 100%-ға жеткенге дейін оттекті қосып, сосын қажет кезде оны өзінен босатып шығарады. Гемоглобин мен миоглобиннің ыдырауының соңғы өнімдері су және көмірқышқыл газдары болып келеді. Ол туралы бізде қайда айтқан? Міне, ыдыраудың, то есть гемоглобин мен миоглобиннің ыдырауы емес, бұл жерде айтқысы келген нәрсе. Просто организмдегі органикалық заттардың соңғы ыдырау өнімдері олар болады СО2 мен H2O. Хорошо? Хорошо. Дальше бізде қандай нәрсе айтылған? Сендерге бағана айтқысы келген нәрсе оңға ағысады, солға ағысады деп тұрған осы реакция теңдеуі ғой. Яғни жасушалардан шыққан көмірқышқыл газы ол да эритроцитпен тасымалданады. Эритроциттің ішінде примерно бір 60-70% су болады, оқушылар. Эритроцитте 60-70% су, қалған бір 40% оның гемоглобин болады ішінде. Мына СО2 газы сумен қосылады. СО2 газын сендер суға қосатын болсаңдар, біз ол кезде алады екенбіз H2SO3 деген затты. Бұны біз диссоциациялаймыз. Бұл сутек ионымен H2O3 деп аталатын жаңағы анион түрінде жүреді, хорошо? Осындай иондар түрінде жүреді. Бұл бізде біздің pH-ымызды тұрақты түрде ұстап тұруға керек, потому что pH біздің қанымыздың құрамында 7-35 пен 7-45 арасы құрау керек. Міне осылай. Және осылай СО2 газының суға қосылып H2SO3 яғни көмірқышқылы түрінде тасымалдануын бор эффектісі деп айтасыңдар. Бор эффектісі деген осы нәрсе. Бор эффектісі. Сосын бізде гемоглобиннің оттекпен қосылуына мына жағдайлар әсер етеді. Температураны арттыратын болса, екеуінің бір-біріне қосылуы артады. Сосын гемоглобинге егерде көмірқышқыл газы, дифосфоглицериттер қосылып алатын болса, ол оттекпен гемоглобиннің қосылуына мешает етеді, кедергі келтіреді. pH, сосын қысымның болуы, осының өзі гемоглобин мен оттекті қоспай қояды бір-біріне. Сосын біз гемоглобиннің жаңағы гемоглобин F, яғни ұрық қанында гемоглобин деген түрін айттық. Оның мен дәл осы мына сұрақ УБТ-да келді. Бізде оттекке тартылуы жоғары, диссоциациялық қисық сызығы оның солға ағысқан. Ол дәл осы сұрақ бізде УБТ-да болған болатын. Так что күштеп жаттап алыңдар осы жерін. Гемоглобиннің S тәрізді оттекпен қанығу қисығы болса, ол өте маңызды, потому что бұл жерде жаңа айтқандай ол өкпеде гемоглобинмен күштеп тұрып қанығып алады. Сосын барып ол ұлпаларға оттегіні тастап кетеді. Сол кезде S тәрізді қисық пайда болады. Сонымен ұлпаларда түзілген көмірқышқыл газын тасымалдайды эритроцит. Бор эффектісі дегеніміз көмірқышқылы диссоциациясынан шыққан сутектің протондарының гемоглобинге қосылуы. Гемоглобинге жаңағы көмірқышқылының ішіндегі сутек протондары қосылып алатын болса, мынау біздің гемоглобинге келіп қосылатын болса, ол кезде оттекке тартылуы төмендейді. Оттек қосыламайды бұл кезде, хорошо? Значит, бұл біз үшін керек нәрсе болып тұр ғой. Егер де бар емес па, мына жерде көмірқышқыл газын эритроцит алып кетпейтін болса, ондай болса, мына жердегі гемоглобиніміз оттегіні әкеп тұрады да өзімен. Сосын оттегіні беріп жіберудің орнына өзіне қайттан қосып алып кетуі мүмкін ғой, иә? Осы жерде бізде сутектің протондары маңызды. Гемоглобинді оттекпен қанықтыруға әсер ететін жағдай, ол әрине температураның жоғарылауы. Гемоглобинге көмірқышқыл газының қосылуына әсер ететін нәрсе. Көмірқышқыл газының қосылуы, ол тартылуын төмендетеді, оттектің. Ересек адамдардың гемоглобиніне қарағанда оттекке тартылуы жоғары, әрине гемоглобин F. Осы жерге дейін түсініп алдық па? Тез айтып кеткен жоқпын ба? Қалай болып жатыр?
Аха. Бір ойларыңды айтып кетсеңдер. Түсінікті дейді. Алуаға түсінікті. Тағы кім түсініп жатыр? Аха. Жақсы. Хорошо. Онда кеттік ары қарай, иә? Жалғастырамыз. Дальше кеттік, жалғастыратын болсақ. Так, енді бізде тағы қандай маңызды ақпараттар бар? Мына жерде бізде маңызды ақпарат айтылмаған, ондай қатты. Аудан мен көлем туралы айтылған, бұл да қатты маңызды емес. Мына жерде де просто түсіндірген. Мұнда да просто түсіндірген. Енді қараңдар, бізде бұл жерде эритроцитті қарайтын болсаңдар, оның ортасы ойық, дискі сияқты, және оның ішінде ешқандай да органоидтары жоқ, иә? Олай болу себебі, ол өзіне көп мөлшерде оттекті тарту керек, сол үшін. Сонымен қатар, альвеоланы да қарайтын болсақ, альвеолалар да олардың жалпы мембраналары, альвеолалардың бір жағынан өте жұқа болып келеді. Және бұларда капиллярлармен жақсы байланысу үшін сыртында көп капилляр торлап жатады. Және альвеоланың ауданы қаншалықты үлкен болған сайын, оның биттік көлем деген нәрсесі арта береді. Биттік көлем дегеніміз, яғни оның капиллярмен қосылатын тұсының көп болуы қаршы, екеуі бір-бірімен күшті байланысады. Бұны біз салфеткамен түсіндірсек болады. Мысалы, үстелдің үстіне су төгіледі, сосын сен салфетканы аласың, кішкентай болып тұрады, бүктеліп, солайынан қоятын болсаң, судың тең жартысы сол күйге қалып кетеді. А если сен салфетканың бүкіл төрт-бұрыш болып тұрған салфетканың бүкілін жазып, жайып қоятын болсаң, ол кезде сен судың көп бөлігін жаңа салфетканың сорып алғанын көресің, иә? Тура сол сияқты альвеоланың да сыртын капилляр көп торлап қаптап жатады. Альвеоланың ішіндегі оттегіні көп мөлшерде жаңағы өзіне тарту үшін, иә, гемоглобиндері. Так, дальше бізде қай бетке келдік. Енді қараңдар. Значит, бізде эритроциттарымызда жануарлардың жүйесі күрделенген сайын эритроциттің саны көп болады қандағы. Бірақ көлемі кішірейе береді. Сонымен қатар эритроциттардың пішіні екі беті ойық диск сияқты болып келеді. Бұларда ядросы жойылып кеткен. Ядросы болмағандықтан олар өте иілгіш, андай капиллярлардан өте оңай өтеді, хорошо. Капиллярлардың ішінде ол бітеліп жауып тұрып қалмайды, өте оңай капиллярның бойымен әрі қарай өтіп, еркін өтіп жүре береді. Содан кейін бізде ядроның болмауымен жаңағы екі бетінің ойық диск сияқты болуы, ол эритроциттің бетін ұлғайтады. Сосын оттегінің көп кіруіне көмектеседі. Тесттерде де дәл солай, бұл материалды салған соң тесттерді жасап көрсеңдер болады, иә? Бізде қазір тесттің бәрі істеп отырсақ, бүкіл уақыт кетеді. Так что сендер өздерін тексеру үшін тұрған тесттерді жасап көресіңдер. Так, бізде сонымен келесі тағы нені көре аламыз? Мына жерде бір барлығы жай сөйлемдер. Мында так нені көреміз? Енді мынандай бір қызықты ақпаратты қосып айта кетейін. Бізде медицинада MCV, MCH, MCHC деп аталатын осындай анализ тапсырған кезде анықталатын көрсеткіштер бар. Бұны сендер қан анализін тапсырған кезде анықтағанын көресіңдер. Мыналарды хорошо. Олар біздің осы эритроциттің ауданын, көлемін, қанға қатынасын көрсетіп береді. Если осылар азаятын болса, адамда анемияның бар екенін көрсетеді.
Анемия кезінде адамдарда эритроциттің мөлшері кішірейеді, саны азаяды. Сосын келесі нәрсе гемоглобиннің тақтаған бір жерде важный емес, қатты бір эритроциттер ұсақ болған сайын 1 миллиметр куб қанға олардың көп мөлшері сыйып кетеді. Например, ер адамдарда 5 миллион, әйел адамдарда 4,5 миллион эритроцит болады екен. Ал жаңа туған нәрестелерде, сәбилердің ересектерге қарағанда эритроцит көп болып келеді. 160, может 170 барып қалады. Еще қандағы эритроциттің мөлшері өзгереді, кейде түсіп кетеді, кейде жоғарылап кетуі мүмкін. Қай кезде азайып кетеді десек, адам мысалы сусызданады денесі. Сусыздану болған кезде, адамда шөлдегенде, құсу кезінде, іші өткен кезде, осындай жағдайларда күйген кезде ше, күйіп қалуы мүмкін адам мысалы күйіктердің кезінде адамда эритроциттері көбейіп кететін болады. Сол кезінде көбейіп кететін жағдай. Қай кезде эритроциттер азайып кетуі мүмкін? Қай кезде азайып кетуі мүмкін? Адам жарақаттанған кезде, қан жоғалтқан кезде, қан жоғалтқан кезінде және анемияның кезінде адамда не болуы мүмкін? Эритроциттері азайып кетуі мүмкін. Сонымен қатар адам терлейтін болса да, терлеу кезінде де эритроциттері азайып кетеді. Хорошо. Тауға көтерілгенде эритроциттің мөлшері тоже көбейеді, тауға шыққан кезде. Неге десеңдер, адамда тауға шығу кезінде оттегі жетіспеушілігі сезіледі. Потому что жаңа айтқандай, биікке шыққанда ол жерде қысым өте жоғары. Қысым көп, жоғары болғандықтан, қысым төмен болғандықтан, то есть ондай қысым төмен, өте төмен. Қысым төмен болғандықтан, бұл жерде қысым төмен деп тұр ғой, оттегі оңайлықпен өкпеге кірмейді. Ол кезде адамда оттегі азаяды денесінде. Біздің ағзаның қорғаныс сондай бір қорғаныс шаралары бар. Миымыз сүйек кемігіне бұйрық береді ғой. Тез эритроцит өндір дегенше. Сөйтіп аяқ астында эритроциттер өндіріледі. Потому что организм сырттан болып жатқанын білмейді да, ол жағдайдың. Бәрін өзін ішінен іздей береді, біздің организміміз менің ішімде болып жатыр деген сияқты ше. И сонымен барады да, не істейді, эритроциттердің көп мөлшері өндіріледі. Сол кезде эритроцит тауға шыққаннан көбейеді. Сосын мына жақта сұрақ келді, иә? Қандай сұрақ келді? Астын оқып жіберейік. Сусызданған кезде неге артады деген сұрақ келді. Потому что сусызданған кезде, ол кезде қан қоюланады адамда. Ал қан қоюланатын болса, конечно, қанның құрамы қоюланып кетті, не болады ол кезде? Не болуы мүмкін қан қоюланса? Білеміз иә уже? Қан қоюланды деген сөз, қанның сұйық бөлігі азайып кетті, потому что адам термен шығарып тастады, иә, бүкіл сұйық бөліктерін. И адамда қанның ішінде жаңағы біз салыстырамыз ғой, бөлетін болсақ, мысалы 45% бізде жаңағы қанның қою бөлігі болу керек қой, 55% сұйық бөлік болу керек та, мысалы айтқанда. Именно сұйық пайыз бізде азайып кетті, например, 30% болып қалады ғой, азайып ше. Сол кезде мына жақтағы қою бөлігінің мөлшері 70%-ға жетіп қойды. Сол үшін азайып кетеді, эритроцит көбейіп кетеді деп айтамыз, иә. Биік таулы аймақта тұратындарда сүйек кеміктері өседі, соған байланысты олардың эритроциттері көбейеді. Бұл жағдайда олардың денесі де ірі болады. Мысалы, тауда өмір сүретін адамдарды сендер қарап салыстырып көрсеңдер болады, олардың дене бітімдері ірі. Мысалы, Еуропадағы таулы аймақта өмір сүретіндерде. Хорошо. Бірақ та енді мынандай бір жағдайлар бар. Қанның құрамында эритроцит несі қоюлана беретін болса, ол кезде адамның жаңа қан айналымы мен жүректің жұмысына көп жүктеме түседі. Тез айтып кеткен жоқпыз ба, сендерге түсінікті болып жатыр ма? Биік таулы аймақта тұратын адамдарда физиологиялық бейімделуден не болады? Эритроциттің саны артады, себебі сүйек кемігі өседі оларда, иә? Сүйек кемігі өседі оларда. Сол өскендіктен эритроциттердің сандары артады. Жақсы. Эритроцит бетінің ұлғаюына әсер ететін фактор қандай фактор? Ішінде ядросының жоқ болуы мен екі жағының өс болуы.
Канга кызылтук беретін гемоглобин, эритроциттің ерекше нәресі гемоглобин, жетілген эритроцитте болмайтын нәрсе ядро мен органелласы болмайды. Хорошо, біз енді ары қарай жалғастырамыз, иә? Түсінікті ғой? Негізі өте қызық тақырып, байқап тұрсаңдар. Так, келесі бізде қандай тақырып бар? Концентрация градиенті деген сөзге қараңдаршы. Концентрация деген бір заттың мөлшері, иә? Бір заттың мөлшері. Соны концентрация деп айтады химияда. Енді бізде мынау жасушаның іші болсын, а мынау жасушаның сырты болсын, иә? Мынау сырты, мынау іші. Іші, анда сырты. И енді осы жерде заттардың ішіндегі концентрациямен, мысалы судың ішіндегі мөлшерімен судың сыртындағы мөлшерін алып қарайық. Осы екеуінің бір-біріне айырмасын біз не деп айтамыз? Концентрацияның градиенті деп айтамыз, иә? Хорошо. Бұл бізде дальше неге көмектеседі? Концентрация градиентіне қарсы, немесе концентрация градиенті бойынша тасымалданатын заттар, ол бізде белсенді және белсенді емес жаңағы пассивті тасымалды көрсетеді, иә? Значит, концентрация градиенті деген айырмасы, иә, заттардың концентрациясының. Бізде одан бөлек мембрананың өткізгіштігі деген нәрсе бар. Мембрананың өткізгіштігі ол әрине мембранадағы фосфолипид қабатымен байланысты. Фосфолипид өзі аты айтып тұрғандай, ол липид. Ол липид болғандықтан май сияқты заттарды оңай өткізеді. Плюс ол газдарды оңай өткізе алады, көмірқышқыл газын, суды оңай өткізеді, оттегін оңай кіргізеді өзіне ше. Ал олардан басқа заттар оңайлықпен бұған кіре алмайды. Хорошо. Дальше бізде әрі қарай энергия жұмсамай жүзеге асатын, әртүрлі градиент арқылы жүретін заттардың мембрана арқылы тасымалы, если вообще энергия жұмсамаса, ол әрине белсенді емес деген сөз ғой. Бізде белсенді емес тасымалдың түрін көрсететін ол әрине диффузия. Так, бізде енді қараңдар. Жалпы заттардың мембрана арқылы тасымалдануын біз бөлеміз. Пассивті тасымалға, активтіге және қосарлану дегенге. Қосарлану деген ол пассивті мен активтінің бірге жүруі, иә? Хорошо. Енді пассивтінің өзі үш түрін берген диффузия. Диффузиялар бөлінген қарапайымға, жеңілдетілгенге және алмасу диффузиясына. Ал белсенді немесе активті тасымалдарың болса, ол бөлінеді натрий калий сорғысы, кальций сорғысы, протонды сорғыға. Қосарлануды айтатын болсақ, бұл жерде бізде ірі молекулалы бір зат тасымалданған кезде, ол заттар мысалы натрийға тәуелді тасымалдану деген сияқты. Натрий өтеді, сосын мынау да бірге еріп кіреді қасына деген сияқты. Хорошо? Осы қалай тасымалдану? Осы бізде қосарлану арқылы тасымалдану. Так, дальше. Пассивті тасымал деп отырған, қараңдар, бұл заттар энергия жұмсалмайды, және де мембрана арқылы оңай кіріп шығып жүре береді. Бұрын мына сұрақ бізде ОБТ-да келді, осы диффузия. ОБТ-да болды өткен жылғы. Бұл сұрақта айтады, жылу тербеліс энергиясының әсерінен, кешірім сұраймын, жылу энергиясының әсерінен әртүрлі ортада зат бөлшектері бей-берекет қозғалады депті. Яғни бізде мынандай заттың бөлшектері болады. Осылар жылу энергиясының әсерінен бір жерден екінші жерге өтіп кетеді мембрана арқылы. Және бұлар жоғарғы концентрациялы жерден төмен концентрациялы жерге өтеді. Вот. Келесі нәрсе. Диффузия дейтін, значит, зат бөлшектерінің жылуының әсерінен бей-берекет қозғалуы. Бей-берекетті көрсең, ол диффузия. Диффузияның өзі үш түрге бөлінеді. Заттар просто қарапайым диффузия арқылы оңай өте салады. Ол жерде жоғары концентрациядан төмен концентрацияға өтеді, хорошо. Ешқандай энергия жұмсамай просто өтуі. Диффузия қай кезде тоқтайды? Диффузия ол тоқтайды. Диффузия тоқтайды қай кезде? Егер де концентрация теңесетін болса, диффузия тоқтап қалады. Мына жақта да заттың мөлшері бірдей, жасушаның ішінде де ол заттың мөлшері тең,
сыртында да, ішінде де екеуінің де концентрациясы, то есть мөлшерлері теңесетін болса, диффузия жүрмейді, заттар уже оған мына жаққа уже кірмейді. Концентрацияның қатынасы кері өзгеретін болса, диффузияның бізде бағыты өзгереді. Так, келесі нәрсе, мынау бізде қарапайым диффузияны сендерге математикалық теңдеулермен, фиг теңдеуімен көрсетіп берген, бұл бізге қатты керек емес. Миларын жазып қойғандар бұл жерге, хорошо? Сонымен бізде қарапайым диффузия арқылы заттар просто мембрана арқылы тасымалданады. Ал енді жеңілдетілген диффузияға тасымалдаушы нәруыз қатысады. Осы сендерде анау ақылы пробныйда тұр, сол жерде айтады, көмектесуші нәруыз деп жазып қойған. Сосын тағы да мен бір сұрақ көрдім, ол жерден митохондрияда болатын митохондриядағы фермент деп тұр да, андай. Моноамин оксидаза ферментін сұраған ғой. Моноамин оксидаза деген фермент бар. Оксидаза. Бұны сендер мысал тарауынан көресіңдер. Моноамин оксидаза митохондрияның фермент, маркер ферменті, хорошо? Маркер, яғни бұл тек қана митохондрияда болады деген сөз. Маркер фермент, жаңа есіне түсіп жатыр, мүмкін алда ұбытыда кеп қалады біреуіне осы сұрақ. Сонымен жаңа айттық, концентрация теңесте диффузия тоқтайды. Концентрация қарама-қарсы бағытқа өзгерсе, диффузия да өзгереді. Бұрын сырттан ішке кіріп жататын болса, бағыты концентрацияның қатынасы мына іште көп та, сыртта концентрациясы азайып қалатын болса, заттар ол кезде уже іштен сыртқа қарай жүретін болады қарама-қарсы. Одан бөлек мына жердегі мына ақпаратты жаттап аласыңдар. Қарапайым неге диффузияға мысал келтірген бұл жерде өте маңызды ақпараттар берілген. Эритроцитта дейді, эритроциттің мембранасы арқылы көмірқышқыл газы өтеді ғой. Ол бізде капилларларда көмірқышқыл газы плазмадан эритроцитке барады ғой. Мынау капилляр, осының ішінде жүрген көмірқышқыл эритроцит жасушасына кірді. Сосын эритроциттегі CO2 газы қайтадан плазманың ішіне кері өтті. Плазмаға. Бұл бізде нені көрсетіп тұр? Мына жақта эритроциттің ішінде CO2 көбейіп кеткен кезде олар қайтадан сыртқа шығатынын, а если эритроцитте CO2 аз болса, CO2-лер эритроцитке кіретінін көрсетіп тұр. Значит, бұл қарапайым диффузияның мысалы. Хорошо? Бұл, значит, қарапайым диффузияны көрсетеді. Мына жерді жаттап аласыңдар. Мына жер маңызды. Қарапайым диффузия ол кіші полюссіз молекула оттегінің стероидтік гормондардың, майқышқылдардың тасымалдануы. Және де полюсті кіші молекулалар деп келеді. Көмірқышқыл, аммиак, су мен метанол, несепнәрлер тоже осылай тасымалданады. Тағы да бізде бір қызық информация бар. Сілекей бар ғой. Сілекейден тістің денсинді опасына эмаль арқылы заттар тасымалданады. Значит, сендер тістің құрылысын жақсы білу керексіңдер, осы жерде. Мына бізде тістің ең сыртында эмаль деген қаптап тұратын бөлік бар. Сосын эмальдан кейін орналасатын денсин тістің екінші қабаты бар. Ең ішінде пульпасы болады. Хорошо? Заттар сілекейден, қоректік заттар, біз тамақ жеген кезде неше түрлі заттар эмальдан денсинға қарай беріледі. Қандай заттар беріледі? Сілекейдің ішіндегі глюкоза, мысалға айтқанда, оттегі, минералдар тоже сілекейдің құрамынан эмальдан өтіп денсинге қарай барады. Хорошо? Сол үшінде сілекейдің концентрациясы сұлпасындағы концентрациядан жоғары болу керек. Қызық, өте қарап тұрсақ, мысалы, бұл нәрсені біреу оқиды, біреу оқымай кетеді. Липидті мембрана арқылы қарапайым диффузия жолымен өтетін полюссіз заттар, олар әрине тек қана құрамында жай зат оттегі бар, қалғандары стероид, май деген заттар. Қарапайым диффузиямен өтетін молекулалардың қасиеттері олар кіші және полюссіз болу керек. Және зарядталмаған полюстілер
Оларға жатқызасыңдар SO2 газы, аммиакты, суды жатқызсақ болады, этанол тоже тасымалданады. Және несетіндер тоже осы әдіспен тасымалдана алады. Қарапайым диффузия әдісімен. Хорошо. Осы жерге дейін кімге түсінікті болды? Қиын болып кеткен жоқ па? Соңғы беттерге келіп қалдық. Easy дейді, молодец. Өте күшті easy болса онда. Түсінікті. Жақсы, түсінікті болды. Қазір бір минут. Хорошо, енді кеттік қараңдар. Біз, значит, диффузияның 3 түрі бар деп айттық. Диффузия ол 3-ке бөлінген деп айттық. Соның ішінде бізде қарапайым, жеңілдетілген және алмасу диффузиясы бар. Қарапайым ол өте қарапайым жолмен заттардың өтуін айттық. Енді жеңілдетілген. Жеңілдетілген транслокация дейтін нәруыздың көмегімен жүреді. Транслоказа. Бұл транслоказа мембранада отыратын, мембрананың екі жағына да қарап тұрған нәруыз. Бұның екі күйі бар. А күйі бар, В күйі бар. А күйі деген ол жабық күйі, В дегеніміз заттарды өткізетін ашық күйі ғой. Транслоказа, значит, интегралды нәруыз. Интегралды деп тұрған ол жасушаның мембранасының екі бөлігінде де орналасқан. Біз осы транслоказаға мысал ретінде айтсақ болады екен, эритроциттердегі аниондардың өзектерін. Қозғыш жасушалар, то есть нейрондардағы калий өзектерін, эпителий мембранасындағы кальций өзектерін айтсақ болады екен. Хорошо? Кеттік. Транслоказаның мысалын именно осы жерде нота бенесіндерде жақсылап еске сақтап аласыңдар. Осы тұсты эпителийда орналасқан кальций өзегі, қозғыш жасушадағы калий өзегі, эритроциттағы анионның өзектері. Жақсы. Транслоказаның көмегімен заттар, значит, жасушаның екі бетіне сыртынан ішіне, ішінен сыртына оңай тасымалданып келе береді. Бірақ та осы транслоказаның өзі ортасында өзегі болады. Міне қараңдар. Қазір транслоказаның өзегі, ортасында тесігі. Мынау транслоказа нәруызы. Бұл өзектің өзі екіге бөлінеді. Транслоказадағы өзек, то есть өткізетін ортасы ше, селективті болады, или селективті емес болады. Селективті емес болады. Селективті еместер ол любой затты кіргізе береді. Селективті заттар таңдап өткізеді. Селективтінің өзінің 3 түрі бар. Біріншісі потенциалдық, екіншісі механикалық па, селективсіз, значит, ол заттарды таңдаусыз өткізе беретін саңылаулар, өзек деген саңылауға қысқаша. Мұндайға, мысал, селективсізге мысал ретінде порин дейді аламыз. Порин ол митохондрияда болатын өзек түзетін нәруыз. Немесе сендер білесіңдер, аквапорин деген бар, ол неде болады? Проксимальды өзектерінде жинақтау шешесінде болады, нефрондағы. Бұлар всегда ашық күйде болады, селективті еместері. И өлшемдері мен зарядтары барлықтарға ғана сәйкес келеді. Ал селективті өзектер болса, бір ғана ионды ғана тасымалдайды, хорошо? Олар өте талғампаз, олар таңдап өткізеді. Мысалға айтатын болса, катионды селективті өзек болса, тек катионды өткізеді. Себебі оның құрамында теріс зарядталған амин қышқылдар қалдықтары бар екен. Катион ол бізде плюс зарядталған зат. Катион деген не екенін білеміз ба химиядан? Катион өзінің электронын беріп оң зарядқа ауысатын зат. Катион болып келетін заттар көбінесе металдар болады. Қандай катиондарды білесіздер? Натрий катионы, калий катиондары, иондары. Иондар ғой бәрі. Хорошо? Хорошо. Селективті өзектер, бұлар бізде немен реттеледі?
медиаторлар көмегімен, гормондардың көмегімен ашылып жабылып отырады. Осы селективті өзектердің ашылып жабылуын реттейтін заттарға байланысты біз оларды үшке бөлеміз. Хемосезімтал десе ол конформация деп отырған оның пішінінің өзгеруі. Пішінінің өзгеруі нәруыздың өзегімен байланысты деп тұр. Легат деген сырттан келетін катион немесе анион любой ішіне өту керек зат. Сол зат келген кезде селективті өзектер ашылуы. Ашылуының үш түрі ғой селективті өзектің. Селективті өзектің ашылуына әсер ететін үш жағдай. Хемосезімтал деген, значит, сырттан келетін катионның болуы. Потенциал сезімтал деген мембранадағы әрекет потенциалының өтуі ғой. Ол кезде бізде натрий катионы ішке кіріп, калийлар сыртқа шығады, плюс кальций кіреді ішке осы кездерде. Осы кезеңде потенциал сезімтал бізде не болады екен? Селективті өзектер ашылады немесе жабылады. Дальше біз механный сезімтал, яғни бұл мембрананың деформация мембрананың істеуі пішіннің өзгеріп кетуі. Соған байланысты ашылатын өзектер тоже болады. Так, ең соңғы нәрсе, жеңілдетілген диффузия, ол бізде қарапайым диффузия сияқты жүреді. Бірақ айырмашылығы ол жерде тасымалдаушы нәруыздар болады, трансфаза нәруыздары. Сосын нәруызды өзектерден бізде жаңағы заттар жоғары концентрациядан төмен концентрацияға баратын айттық. Трансфазалар лиганттар мен лигант деген жошының ішіне кіретін заттар. Солармен әрекеттескен кезде мембрана арқылы тасымалдауда конформациялық өзгеріске ұшырайды деп тұр. Бұны былай түсіндіремін. Мен былай қолмен нені саламын, трансфазаны көрсетемін, короче. Мынау бізде трансфаза болады да. Трансфаза, короче, бізде былай жабық тұрады, қараңдар. Мынау трансфаза нәруызы, ол қазір жабық тұр. Ал енді ол ашылатын болса, міне былай ашылады, сырттан заттар ішке кіреді. А мұнда жабық тұр, ештеңе кіре алмайды. Осы нәруыз өзегінен трансфазаның басты айырмашылығы осыда. А және В күйлері бар оның. Міне мына суретте көрсетіп беріп тұр. Дәл осы сурет сияқты. Так. Міне мында жазып қойған А күйінде болған кезде оның лигандқа тартылуға қабілетіне ие болады. Және оның заттарды байланыстыруға арналған бөліктері ішке қарай ойысып, мембрананың бір жағына ашылатын саңылау пайда болады. Б күйі болса, тасымалдаушы осылай өзгергенде тасымалдаушы затқа тартылуы жоғалтып байланысын үзеді. Хорошо? Сол кезде екінші жағында саңылауға қарай ығысады. Сосын одан кейін қайтадан А күйіне ауысады. Заттар осылай транслоказа арқылы тек бір ғана зат тасымалданатын болса, ол пассивті унипорт деп аталады. Мысалға, мысал ретінде біз глюкозаның тасымалын айта аламыз. Бұл кезде бізде глюкоза ол қосылады трансфазаға. Содан кейін глюкоза ортаға қарай кіреді ақырындап. Сосын Б күйіне ауысатын кезінде глюкоза мына жаққа қарай ішке өтіп кетеді. Так, одан кейін бізде келесі нәрсе пассивті симпорт дейтін бар. Бұл суреттен көресіңдер, сим бірге деген мағынаны білдіреді. Ал симпорт дегеніміз екі заттың бірге жасушаның ішіне кіруі, немесе екеуінің бірге жасушаның сыртына шығып кетуі. Және бізде пассивті антипорт дейтін бар. Бір зат ішке тасымалданса, екінші заттың сыртқа шығып кетуі. Пассивті антипортқа мысал ретінде эритроциттің анион тасымалдаушысын айтуға болады екен. Так, одан кейін жеңілдетілген диффузияның мысалын мұнан көре аламыз. Бізде қанға бүйрек өзектерінде реабсорбцияланатын бірінші реттік зәр неге білеміз ғой, иә? Бірінші реттік зәр. Осы бірінші реттік зәрден амин қышқылдары мен глюкоза реабсорбцияланады қанға қарай. Реабсорбциясы қанға, бүйректен қанға кері артқа қайтуы.
Осыны реабсорбция деп айтасыңдар. Амин қышқылдар мен глюкозалардың осы жеңілдетілген диффузияға жатады. Және ішектен қанға сіңірілуі глюкозаның, сахаридтердің, ол тоже бізде жеңілдетілген диффузияны көрсетеді. Хорошо. Осы тақырып бойынша кімде қандай сұрақтар бар? Менің ойымша біз бір сағат бойы